жазушы, ақын, драматург, журналист мықты. Қаламынан туған дүниелердің ішінде ең құндысы да тарихи деректі поэмалар деп білем мен. Себебі осы поэмалардың өзі тарихи, мына деректі дүниелерменен жазылады. Оның ішінде мына бала Машқұрттың бейнесін әдемі суреттеп өте тамаша берген екен. Жалпы Сүлеймен туралы, аға туралы айтатын болсақ, ол кісі негізі мына журналистикаға деп айтайық, қаламгерлікке мүмкін бала жасынан бастап жазғаныменен мына елге танылған уақыты өте кештеу болды. Себебі өзінің жоғары оқу орнын бітіргені де мына 40 жасына келгенде бітірген екен. Одан кейін қала берді, біздің облыстық Қызыл ту газетіне, оның алдында Баянауыл ауданында қызмет жасаған екен. Біздің мына қатарға келгеніне де кешіректеу, мына орта жастан асқаннан кейін қалам тартып бірнеше туындылар туғызып осы Сарыарқа Самалы газетіне көп еңбек сіңірді. Одан қала берді, мына жазушылар одағына тіпті зейнет демалысына шыққаннан кейін өтті. Осының барлығы кештеу болғанменен, бірақ бұл кісі қаншама кітап, бүгінгі күнге дейін 18 кітапты баспадан шығарған екен. Оның ішінде кітаптардың алдыменен жазғандары мына балаларға да арналғаны бар, орта буынға да арналғаны бар, тарихи, жаңа айтып отырмын ғой, деректерге де арналған кітаптары өте көп. Тағы да өте бір маңызды дүние, мына Алаш арыстары деген Сүлеймен Баязитовтың кітабы. Бұл республикалық көлемде неден Фолиант баспасынан бірнеше ақындардың қатарында осы кісінің дүниесі жарық көрді. Не айтамыз, бұл кісі енді творчествосы туралы әрине көп айтуға болады. Бұл ғылыми еңбектерде жазуға болады. Қазір мына институттарда жалпы студенттер өздерінің қазіргі диплом жұмыстарын, мысалы Сүлеймен Баязитовтың балаларға арналған шығармаларына жазып жатқан көрінеді. Одан қала берді, тарихи тұлғалар туралы жазып жатқан көрінеді. Енді оның барлығы, мен ойлаймын, бүгінгі күнде осы Сүлейменнің еңбегінің жоғары бағаланғаны, осы кітаптың да құндылығы деп есептеймін. Сондықтан алдағы уақытта да ол кісінің өзінің жоспары бар екен. Мына біз естуім бойынша Едіге би туралы осы поэма жазыпты. Ол кісі, Едіге дегеніңіз енді біздің қазақтың өзінің тұлғасы, мына кезінде сонау Қаратау асқан, одан Қаратауда қазір Маңғыстау жақта сүйегі қалған Едіге батыр деп те аталады. Сол кісінің ұрпағы Шоңби, мына қазір биыл Шоңбидің де мерекесін атап өтуге Баянауыл дайындалып жатыр. Сол Шоңби туралы да жазатын поэмалары, кітаптары бар көрінеді. Соған енді бұл кісіге денсаулық тілеймін. Сол кітаптардың жазылып жарыққа шығуына тек Алла өзі нәсіп етсін. С Сүлейменом Баязитовым я познакомилась очень давно. Вернее, даже не сразу самим с ним, а с подстрочниками его стихов. Павлодарский поэт Ольга Григорьева предложила мне сделать поэтический перевод его стихотворения на русский язык. А позже мы с ним познакомились, и я сразу отметила, что это очень энергичный, позитивный человек, с которым мне приятно и хочется общаться. Каждые наши встречи — это очень теплые такие беседы. С тех пор у нас завязался творческий союз. Он переводит меня на казахский язык, я перевожу его на русский язык. И, насколько я могу оценить, вроде бы как все удачно. Стихи находят отклики в сердцах людей. Не так давно Сүлеймен Баязитов прислал мне свои детские стихи, вернее, стихи для детей. Я воспринимала его как поэта, который пишет для взрослых, а оказывается, он еще и отличный детский автор. И в результате нашей работы у нас родилось одно из таких стихотворений, которое я сейчас хочу прочитать. «Алибек, не ешь конфет, если хочешь жить 100 лет», другу я сказал с усмешкой, пошутив над сладкоежкой. Друг нахмурился в ответ: «Жить не сладко без конфет. Мама мне дала конфеты, что мне делать? Посоветуй». «Мне отдай их, Алибек, я надежный человек, спрячу так, что не отыщет даже опытнейший сыщик». Возмутился он: «Да ну,
а ведь мог бы дать одну. И таких историй, я надеюсь, в нашем творчестве еще будет немало. Я от всей души поздравляю Сулеймана Ага с юбилеем, замечательным, красивым юбилеем. Желаю ему крепкого здоровья, творческого долголетия, чтобы рядом всегда были хорошие, добрые, отзывчивые люди, чтобы каждый новый день приносил только радость, чтобы родные и близкие были здоровы и счастливы. С юбилеем вас! Сулеймен Баязитов бұл біздің облыста ғана емес, бүкіл республикада танымал ақын, жазушы, аудармашы. Ол кісіні мен енді бұрыннан білем. Ара-тұра газеттегі материалдарын оқып жүремін. Сосын мына әдеби көптеген кітаптары бар шыққан. Соның бәрін оқып отырамыз. Енді стилі жатық, сөздік қоры өте мол. Сол шығармалары бас-аяғы жинақы, сондай айтпақ идеясы да айқын. Сондай бір көрнекті жазушымыздың бірі. Бұл кісі міне 75 жасқа келіп жатыр екен. Енді ішіміздегі бір осындай талантты азаматтың ұзақ жасауына тілек білдіреміз. Абырой бұдан да артық аса берсін. Шығармалар көбірек кейінді бере берсін. Міне осындай тілектеміз Сулеймен ағамыз туралы. Әдебиетте сатиралық поэзия деген жанр бар. Оған қалам ұстаған екінің бірі бара бермейді. Өзіндік ерекшелігі бар бір күрделі жанр деп білемін. Бұл ретте ақын ағамыз Сулеймен Баязитовтың ерекше атап өтуімізге болады. Көне қазақтың қыңыр қисыны атты жинағында заманымыздың қотыры болған мәселелерді өткір тілмен, зілді әзілмен сынай отыра оқырманын біресе жылатады, біресе күлдіреді. Бұл шеберлікті қажет ететін аса талант иесінің қолынан ғана келетін дүние деп білеміз. Сулеймен ағаны мерейлі жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Алланың берген жасын жасай беріңіз аға. Сіздің талғамы күшті, оқырман үшін бергеніңізден береріңіз көп деп білеміз. Жазарыңыз таусылмасын. Я рада поздравить сегодня нашего замечательного земляка, поэта, журналиста, писателя Сулеймена Баязитова. Нас связывают многие годы дружбы. Я с радостью вспоминаю работу вот над этой замечательной книжкой. Это проект самого Сулеймена. Книга выпущена к 25-летию независимости Казахстана. И мы включили сюда переводы павлодарских поэтов с казахского языка на русский и с русского на казахский. Я хочу пожелать Сулеймену еще много вот таких же ярких творческих проектов. Хочу пожелать бодрости, здоровья и, конечно, благополучия и процветания его семье и всей нашей стране, потому что Сулеймен, как истинный поэт, всегда был и остается частицей своего народа, нашего общества, нашего государства. Он замечательно сказал об этом в стихотворении, которое посвятил своей малой родине Баянаулу. «Я будущее жду, и верю я, что мудрое народов единение вознаградит казахов за терпение и превратится в рай земля моя». Құрметті жазушы, ақын, ұстазымыз Сулеймен Баязитовты мерейлі туған күнімен құттықтаймыз. Кешегі ұлылардың ізін жалғаған, бабаларымыздың ақындық өнерін дамытып, кешегі кейінгі бүгінгі ұрпақтарымызға елеулі еңбек сіңірген балалар әдебиетінің ақыны Сулеймен Баязитов біздің Баянауыл үшін, Кереку өңір үшін ұлы мақтанышқа айналған ағаларымыздың бірі. Мерейлі туған күніңіз құтты болсын. Деніңізге саулық тілейміз. 70-тен желіп, 80-ден секіріп, 90-ға тоқтамай 100-ге жетуіңізге тілектеспіз. Тілек білдіруші ініңіз Таңат Ахатов. Баянауыл аудандық Баянтау газеті ақын, жазушы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Баянауыл ауданының құрметті азаматы, балалар әдебиетінің Сулеймен Баязитовпен тығыз шығармашылық байланысты. Баянтау газеті биыл туған жерге хат айдарын жүргізу болатын. Айдардың алғашқы авторы Сулеймен атамыз «Қайтара алмас сол жылдар» мақаласында балалық шағына
есею жылдарына саяхат жасап, шығармашылық жолына әсер еткен тұлғалар жайлы әңгіме өрбітеді. Және одан бөлек Сүлеймен атаның Едіге би аңызы газет бетінде жарияланды. Жалпы Сүлеймен атамен біздің таныстығымыз бала кезімізде басталды десек дұрыс болар. Себебі айналайын қосымшасында жарияланған Сүлеймен атамыздың өлеңдері, ертегілері біздің бала көңілімізге қонып қиялымызға түскен еді. Одан кейінгі таныстық Баянтау 85 жылдығы қарсаңында жарияланған газет авторлары, журнал редакторлар жайлы Сүлеймен атамыз өзінің ақын досы Төлеген Мұқаев жайлы естелік жазады. Ол естелікте ақын бейнесін анамды суреттей біледі. Жалпы Сүлеймен атамыз Баянтау газетінде еңбек жолы, шығармашылық жолы басталғанын біз мақтанышпен айтқымыз келеді. Сүлеймен атамен әр сөйлескен сайын аңғалдығына, бала көңіліне, шынайы жанашырлығына тәнті боламыз. Жалпы бір сөйлескенімізде газетке мені баса бересіңдер ме, ұят емес пе деп шын ұялғанын, шын қысылғанын көрдік. Жалпы бұл ол кісінің шығармашылық қарапайымдылығын аңғарса керек. Жалпы Сүлеймен атамыздың келіп жеткен 75 жылдық мерейтойы қарсаңында Баянауыл ауданындағы барша оқырмандар атынан құттықтағымыз келеді. Аман жүріңіз, шығармашылық табыс дейміз, деніңіз сау болсын ата. Құрметті Сүлеймен аға, Мүбарак Жаманбалинов атындағы орталық балалар кітапханасының ұжымы сізді мерейтойыңызбен құттықтайды. Сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық тілейміз.